Алматының шаңды, бірақ таныс көшелерінде өскен Күнсұлу үшін әрбір жаңа күн бір үміттің жалғасы еді. 20 жастағы қыздың жүзі нұрлы, көздері қарақаттай терең, ұзын қара шашы желмен билегенде күміс толқындай жарқырайтын. Ол кедей отбасынан шыққан, әкесі құрылыс алаңында ауыр жұмыс істеп, анасы базардағы шағын дүңгіршекте сауда жасап, әрең күн көретін. Бірақ Күнсұлуда арман бар еді, үлкен арман. Университетті қызыл дипломмен бітіріп, орта мектепте ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істейтін. Оқушылары оның сабағын сүйіп тыңдайтын, өйткені ол сөзді ғана емес, арманды да үйрететін. Бір күні электронды поштасына хат келді, Дубайдағы беделді тіл мектебінен. Жазғы интенсивті курстарға мұғалім қажет. 1 айлық келісім шарт, жақсы ақы, тұру мен тамақтану тегін. Күнсұлу хатты оқығанда жүрегі дүрсілдеп кетті. Әке-шешесі қарсы болды, қыз баласы жалғыз шетелге қалай барады? Қауіпті ғой. Бірақ ол көндірді, апа, әке, бұл біздің өмірімізді өзгертетін мүмкіндік. 1 айдан кейін қайтамын, қолыма ақша алып үйге көмектесемін. Көз жасын ішіне жұтып, олар келісім берді. Самолетте отырып, терезеден қарағанда төмендегі шөлдің алтын құмы мен көк теңіздің қиылысы оны таңқалдырды. Дубай басқа әлем. Биік ғимараттар аспанға тиіп тұрғандай, жарықтар жылтырап, көліктер ағын судай ағып жатыр. Күнсұлу мектепке барып, жұмысына кірісті. Ол бай отбасының балаларына ағылшын үйрететін топқа жетекші болды. Балалардың күлкісі, олардың қызығушылығы оған күш берді. Бірақ іштей сағыныш бар еді, үйді, анасының қолынан істеген бауырсағын, әкесінің шаршаған жүзін. Бір күн сабақтан кейін, мектептің алдындағы сәнді кафелердің бірінде отырғанда, оны бір ер адам байқады. Ол Халид Әл-Мактум, 30 жастағы шейх. Қара көздері терең, бет әлпеті қатал әрі әдемі, ақ киім киген, мойнында алтын тізбек жарқырап тұр. Ол Күнсұлуға бір көргеннен ғашық болды. Қыздың күлкісі, қазақша ән айтқандағы жұмсақ даусы, ағылшын сөйлегендегі таза өні бәрі оны баурап алды. Халид 1 апта бойы оны алыстан бақылады. Сосын бір күні оған жақындап, сіздің сабағыңызды естідім. Балалар сізді өте жақсы көреді. Мен де ағылшын тілін жетілдіргім келеді. Кешкі асқа шақыруға рұқсат етіңізші. Күнсұлу бас тартпақ болды, мен жұмыс бабындамын, мырза. Бірақ Халидтің дауысы жұмсақ, көздері шынайы еді. Тек бір рет. Қауіпсіз жерде. Сіздің уақытыңызды бағалаймын. Кешкі ас ұйықтада өтті. Теңіздің үстінде, күн батқан кездегі қызыл сәулелер су бетін алтынға бояған. Стол үстінде гүлдер, шамдар, дәмді тағамдар. Халид, сіздің есіміңіз Күнсұлу. Күн сияқты сұлу екенсіз. Қазақ елінен келген қыздың жүрегі қандай болады екен? Деп сұрады. Күнсұлу күлді, менің жүрегім қарапайым. Отбасым үшін өмір сүремін. Олар ұзақ сөйлесті. Халид өз өмірін айтты. Күнсұлу өзінің арманын айтты, отбасына жақсы өмір сыйлау. Сол түні бәрі өзгерді. Яқта жағаға қайтып келгенде, Халидтің адамдары Күнсұлуны күтіп тұр еді. Ол қорқып кетті. Не болып жатыр? Деп сұрады. Халид, сен енді меніксің. Мен сені жақсы көремін. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Қыздың көзіне жас келді. Ол қарсылық көрсетпек болды, бірақ күш жоқ еді. Олар оны үлкен сарайға алып кетті. Сарай нағыз ғажайып әлем. Мәрмәр едендер, алтын әшекейлер, кристалл шамдар,
шексіз бақтар мен бассейндер. Бірақ Күнсұлу үшін бұл алтын тор. Ислам заңы бойынша некелесу рәсімі тез өтті. Халидтің 5 әйелі бар еді, Күнсұлу 6-шысы болды. Ол ақ көйлек кигізілген, басындағы орамалынан жас ағып тұрды. Халид оның қолын ұстап, сен менің жүрегімсің. Мен саған ешқашан зұлымдық жасамаймын деді. Бірақ қыздың жүрегі қорқыныш пен шатасуға толы еді. Сарайдағы алғашқы түнінде ол жалғыз бөлмеде отырып жылады. Телефон жоқ, ешкіммен байланыс жоқ. Тек терезеден Дубайдың жылтыраған жарықтары көрінеді. Ол ойлады, мен қалай қашамын? Отбасым қайда? Бұл арман ба, әлде түс па? Бірақ Халид шынымен өз сөзінде тұрды. Ол оған күштеп жақындамады. Күнде гүл әкелді, сыйлықтар берді, оның сөзін тыңдады. Күнсұлу әлі де қорқатын, бірақ іштей бір нәрсе өзгере бастады. Шейхтің көзіндегі махаббат шынайы еді. Ол басқа елдерінен гөрі Күнсұлуға басқаша қарайтын. 2 жылдық өмірдің алғашқы күндері осылай басталды, қорқыныш пен ғажайып араласқан күндер. Сарайдың іші нағыз ғажайып әлем еді. Мәрмәр едендер аяқ астында суық жылтырап, алтын әшекейлер күн сәулесін шағылыстырып, кристалл шамдар төбеден салбырап тұрған. Биік күмбездердің астындағы залдар шексіз сияқты көрінетін, әр бұрышта ежелгі мүсіндер, қымбат кілемдер мен гүл бақтары. Күнсұлу алғашқы күндері осының бәрінен таңғалып, қорқып жүретін. Ол өз бөлмесінен шықпай, терезеден Дубайдың биік ғимараттарын қарап отыратын. Төмендегі жарықтар түнде жұлдыздай жарқырап, оған үйді еске салатын, Алматының қарапайым көшелерін, анасының қолынан істеген қарапайым тамағын. Халид оған күштеп жақындамады. Ол шыдамды еді. Күнде таңертең гүл шоғын әкелетін қызыл раушандар, ақ лала гүлдер, қазақ даласында өспейтін экзотикалық гүлдер. Сенің күлкің үшін деп жазатын шағын қағазға. Күнсұлу алғашында гүлдерді қабылдамақ болмады, бірақ бірте-бірте жүрегі жылыды. Халид онымен сөйлескенде, оның сөзін мұқият тыңдайтын. Сенің елің туралы айтшы. Қазақ әндері қандай? Домбыра деген не? Деп сұрайтын. Күнсұлу қазақша ән айтып беретін, қараторғай, гәкку, дауысы жұмсақ, жүрекке жететін. Халид тыңдап отырып көздері жасқа толатын. Басқа 5 әйел, Фатима, Лейла, Амина, Сара және Мариям сарайдың 2-ші қанатында тұратын. Олар байлыққа үйленген, әрқайсысының өз бөлмесі, өз қызметшілері бар. Бірақ Халид оларға сирек баратын. Ол тек ресми кештерде, отбасылық жиындарда көрінетін. Күнсұлу келгеннен кейін бәрі өзгерді. Шейх тек онымен уақыт өткізетін. Түнде оның бөлмесіне баратын, таң атқанша сөйлесетін, кейде теңіз жағасына серуендеуге апаратын. Олардың арасында махаббат өсіп келе жатқан еді, сөзсіз, бірақ терең. 2 жыл өтті. Күнсұлу әдеміленіп үлбіреген қыздан нағыз ханшайымға айналды. Ол қымбат киімдер киетін, жібек көйлектер, алтын әшекейлер, бірақ әлі де қазақтың қарапайымдығын сақтаған. Шашын ұзын қалдырған, кейде қазақша өріп жүретін. Халид оған, сен менің жалғыз шынайы махаббатымсың. Басқалары міндет, сен жүрегім деп айтатын. Ол онымен ғана жақын болатын, басқа елдерге тек құрмет көрсететін. Бірақ сарайдың ішінде қызғаныш өршіп тұрды. 5 әйел жиналып сыбырласатын. Фатима ең үлкені, қатты қызғанатын. Ол қазақ қызы кім? Біздің жылдарымыз не болды? Халид бізді ұмытты. Лейла, ол бізге бала бермеді, ал бұл қызға бәрі бар. Олар Күнсұлуға қазақ қызы деп жек көретін, оның артынан сөйлейтін.
Кейде оған қарап күлімсіреп, бірақ көздері уланғандай. Бір күні түнде Күнсұлу өз бөлмесінде отырғанда есік қағылды. Халид кірді. Ол оны құшақтап, бүгін теңізге барайық. Сен үшін яхта дайындадым деді. Олар яхтаға мінді. Күн батқан кезде теңіз беті қызылға боялған. Стол үстінде шамдар, гүлдер, дәмді тағамдар. Халид оның қолына алтын білезік тақты. Менің уәдем. Сенсіз өмір жоқ. Күнсұлуның жүрегі жылды. Ол алғаш рет оған жақындап бетінен сүйді. Сол түні олар бір-біріне толық жақындады, махаббатпен, құштарлықпен. Бірақ қызғаныш күшейді. 5 әйел жасырын жиналыс құрды. Олардың бірі оны жою керек. Өлтіріп немесе апатқа ұшыратып. Фатима, мен білемін, қызметшілердің арасында сенімді адам бар. Ол кафене қосады. Олар жоспар құрды, қатыгез, суық жоспар. Күнсұлу олардың сөзін білмейтін, бірақ іштей бір нәрсе сезетін. Ол түнде ұйықтай алмайтын, қорқатын. Халид онымен бірге бақта серуендегенде, сен бақыттысың ба? Деп сұрады. Күнсұлу, мен білмеймін. Мен үйді сағынамын. Бірақ сені де жақсы көремін деді. Халид, мен бәрін жасаймын. Сенің отбасына көмектесемін. Сен менімен қал деді. Ол оны құшақтап жұлдыздар астында тұрды. Сарайдың балконынан Дубайдың жарықтары көрінетін, алтын қаланың жарығы олардың махаббатын жарық қылғандай. Бірақ қараңғыда қастандық өсіп жатқан еді. Қызғаныш махаббаттың ең қауіпті жауы. Сарайдың ішкі қабаттары түнде де жарыққа толы еді. Алтын әшекейлер мен кристалл шамдардың жарығы мәрмәр еденде шағылысып, қабырғалардағы ою-өрнектер тірі сияқты қозғалатын. Бірақ осы сән салтанаттың астында қараңғылық өсіп жатқан. 5 әйел, Фатима, Лейла, Амина, Сара және Мариям жасырын жиналысқа жиналатын. Олардың бөлмелері сарайдың ең алыс қанатында орналасқан, қызметшілер де сирек кіретін жер. Сол жерде ауыр перделердің артында, шамның әлсіз жарығында олар сыбырласып отыратын. Фатима, ең үлкені, қара көздері оттай жалындап, біздің жылдарымыз босқа кетті. Халид бізді ұмытты. Ол қазақ қызына ғана қарайды. Егер ол болмаса, бәрі қайтадан бізге қарайды деді. Лейла, ең қатыгезі, күліп беру керек. Қызметшілердің арасында менің адамым бар. Ол Күнсұлуның таңғы кофеіне аз ғана у қосады. Ешкім білмейді. Амина басын шайқады. Қауіпті. Егер байқалса. Бірақ Фатима қолымен үндемеді. Байқалмайды. Ол біздің қолымызда. Біз оның әйелдеріміз, біздің сөзіміз заң. Олар жоспарды толық құрды, баяу әсер ететін, өлімді апат сияқты көрсететін. Күнсұлуның денсаулығы нашарлап бірте-бірте өледі. Халид қайғырады, бірақ уақыт өте келе оларға қайта оралады деп ойлады. Күнсұлу бұл жоспарды білмейтін. Ол әлі де өз бөлмесінде отырып ойланатын. 2 жыл өтсе де, жүрегі екіге жарылған. Бір жағы қашқысы келеді, екінші жағы Халидтің махаббатына мойынсұнғысы келеді. Ол түнде ұйықтамай, терезеден Дубайдың жарықтарын қарайтын. Халид оған әрқашан жұмсақ, әрқашан құрметті. Ол оны мәжбүрлемейтін, тек сөйлесетін, тыңдайтын. Бір күні таңертең ол оған, мен сенің отбасыңа хат жаздым. Оларға ақша жібердім. Үй салып жатырмын, көлік әпердім. Олар қуанады деді.
Күнсұлуның көзіне жас келді. Неге мұны жасайсың? Халид, сенің жүрегің тыныш болсын деп. Сен менімен қалсаң, мен бәрін жасаймын. Бірақ қызғаныштың оты өршіп тұрды. Қызметшілердің бірі Лейланың адамдары кофе дайындауға жауапты болды. Ол уды қосып Күнсұлуға келді. Қыз кофе ішкенде бір түрлі дәм сезді, бірақ ойламады. Сол күні түнде оның басы ауырып, жүрегі айныды. Ол төсекке жығылды. Халид келгенде, оның жүзі қуарып кеткенін көрді. Ол дереу дәрігер шақыртты. Дәрігерлер тексерді, баяу улану. Кім біледі, қайдан келді? Халидтің көзі қараңғылады. Ол өзінің құпия қызметкерлеріне тапсырма берді, бәрін біліңдер. Қызметкерлер тез арада жасырын камералардан, тыңдау құрылғыларынан бәрін тапты. 5 әйелдің сөздері жазылған. Олардың жоспары ашық. Халид сарайдың үлкен залында оларды шақыртты. Зал алтынмен әшекейленген, биік күмбезді, шамдардың жарығы астында жарқыраған. Ол ортада тұрды, ақ киім киген, беті қатал. Әйелдер кіргенде олардың жүздері құп-қу болды. Халид дауысын көтермей, бірақ қатты айтты, сендердің жоспарыңды білемін. Күнсұлуға у бергендеріңді, оны өлтіргендерің келгенін білемін. Фатима алға шықты. Өтірік. Біз? Халид қолымен тоқтатты. Ол жазылған сөздерді оқып берді. Әйелдердің беті ақшаңдай болды. Лейла жылады, біз қызғандық. Халид, қызғаныш махаббатты өлтіреді. Сендер махаббатсыз келдіңдер, байлық үшін. Күнсұлу, менің жүрегім. Сендер енді боссыңдар. Ол бірден 3 талақ айтты, ислам заңы бойынша 3 рет талақ деп айтты. Қалған екеуіне сендер де кетіңдер. Мен сендерді қайтармаймын. Сарайдан шығыңдар. Әйелдер жылап жалынды, бірақ Халид қимылдамады. Олардың сөмкелеріне ақша салды, әрқайсысына жеткілікті өмір сүруге, бірақ сарайға қайтуға емес. Олар шығып кетті. Сарай босады. Тек Күнсұлу қалды. Күнсұлу өз бөлмесінде жатыр еді, әлі әлсіз. Халид кірді, оның қасына отырды. Ол оның қолын ұстады, мен бәрін шештім. Олар кетті. Енді тек сен және мен. Күнсұлу көзін ашты, неге? Неге оларды қуып жібердің? Халид, сен менің жалғыз махаббатым. Басқалары міндет болды. Сен таңдауым. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Ол оны құшақтады. Күнсұлуның жүрегі жылыды, бірақ әлі де қорқатын. Мен қашқым келетін. Бірақ қазір білмеймін. Халид, мен мәжбүрлемеймін. Бірақ біліңіз, мен сенің отбасыңа бәрін бердім. Олар қуанады. Сен қалсаң, біз бірге бақытты боламыз. Ол оған Қазақстандағы үйдің суретін көрсетті, жаңа, үлкен үй, көліктер, ақша. Анасының хаты, қызым, бұл Алланың бергені. Қабыл ал. Біз саған разымыз. Күнсұлу ойлады. Қастандықтың ашылуы оның жүрегін өзгертті. Халидтің адалдығы, оның махаббаты шынайы еді. Ол оның қолын қысты, мен ойланамын. Бірақ іштей ол шешім қабылдаған еді. Сарайдағы қараңғылық сейілді. Жұлдыздар астында Дубайдың жарықтары жарқырап тұрды, жаңа өмірдің басталуы сияқты. Сарайдың ауасы өзгерген еді. 5 әйелдің кетуімен бірге қараңғылықта сейілгендей болды. Қызғаныштың, сыбырдың, жасырын жоспарлардың орнын тыныштық басты. Енді тек Күнсұлу мен Халид қалған.
Сарайдың кең залдары бұрынғыдай толы емес, бірақ жылырақ көрінетін. Күн сәулесі мәрмәр еденге түсіп, алтын әшекейлерді жұмсақ жарықпен жауып тұрған. Күнсұлу өз бөлмесінің балконында тұрып, төмендегі Дубайдың жылтыраған қаласын қарайтын. Биік ғимараттар аспанға тиіп тұрғандай, теңіздің көк беті күнмен ойнап жатқан. Бірақ оның жүрегі әлі де екіге жарылған еді. Ол қашқысы келетін. Алғашқы күндері, апталары, айлары бәрі қашу туралы оймен өткен. Мен қазақ қызымын, менің үйім Алматының тауларының етегінде, менің өмірім қарапайым. Бірақ еркіндеп ойлайтын. Бірақ қазір бәрі басқаша. Халид оған мәжбүрлемейтін. Ол ешқашан күш көрсетпеген. Тек күткен. Күткен, сөйлескен, тыңдаған. Оның махаббаты сөзбен емес, іспәмен дәлелденетін. Бір таңертең Халид оның бөлмесіне кіріп келді. Қолында қалың конверт. Мұны ашып көр деді, жұмсақ дауыспен. Күнсұлу конвертті ашты. Ішінде фотосуреттер, Алматының шетіндегі жаңа үй 2 қабатты, ауласы кең, терезелері үлкен. Анасы мен әкесі аулада тұр, жүздері күлімдеп тұр. Көлік жаңа, жылтыраған. Банк шотындағы қомақты ақша туралы құжаттар. Анасының қолымен жазылған хат: қызым, сен біздің мақтаншымызсың. Бұл үй біздің өмірімізді өзгертті. Біз саған разымыз. Егер жүрегің қалайтын болса, сол жерде қал. Біз сенің бақытың үшін дұға етеміз. Алла саған жар болсын. Күнсұлу хатты оқып болғанда көзіне жас келді. Ол Халидке қарады. Неге мұның бәрін жасадың? Мен саған ештеңе бермедім ғой. Халид оның қасына отырды, қолын ұстады. Сен маған бәрін бердің. Сен менің жүрегімді ояттың. Мен өмір бойы бай болдым, бірақ жалғыз болдым. Сен келгенде мен алғаш рет өмір сүргендей болдым. Мен саған ештеңе мәжбүрлемеймін. Бірақ егер қалсаң, мен саған өмір бойы адал боламын. Күнсұлу ойлады. Ол терезеге қарап тұрды. Төменде теңіз толқындары ойнап жатыр. Ол еске алды. Дубайға келген алғашқы күнін, яхтадағы кешкі асты. Халидтің оған әкелген гүлдері, қазақ әндерін тыңдағандағы көз жасын, түнде құшақтап жатқандағы жылуын. Ол байлық үшін қалмаған. Ол махаббат үшін қалғысы келді. Бір күні кешке, сарайдың бағында серуендеп жүргенде Күнсұлу тоқтады. Гүлдердің арасында, пальма ағаштарының астында тұрып, Халидке қарады. Мен қаламын деді, дауысы аздап дірілдеп. Бірақ бір шартпен. Мен өзім болып қаламын. Қазақ болып қаламын. Мен саған әйел боламын, бірақ өз еркіндігімді сақтаймын. Мен жұмыс істеймін, егер қаласам, мұғалім боламын. Мен сені жақсы көремін, бірақ сен менің ием емессің, сен менің махаббатымсың. Халид күлді, шынайы, жүректен шыққан күлкі. Ол оны құшақтады. Сенің барлық шартыңды қабылдаймын. Сен менің ханшайымымсың, бірақ ең алдымен Күнсұлу. Сол түні олар балконда тұрды. Дубайдың жарықтары астында теңіздің сыбыры естіліп тұрған. Күнсұлу қазақша ән айтты, ақ бантик әнін. Халид тыңдап отырды, көзі жасқа толды. Ол оған домбыра әкелдірді, Қазақстаннан арнайы тапсырыспен. Енді сарайда кейде қазақтың домбыра үні естілетін болды. Күнсұлу өз бөлмесінде қазақ кітаптарын оқитын,
Халидке қазақ мәдениетін үйрететін. Уақыт өте келе, олардың өмірі бақытқа толы болды. Күнсұлу 1 жылдан кейін Дубайдағы халықаралық мектепте ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істей бастады, өз қалауымен. Халид оған қолдау көрсетті. Олар бірге саяхаттады, Парижге, Лондонға, тіпті Алматыға барды. Күнсұлу ата-анасын Дубайға шақырды. Олар сарайды көріп, қыздарының бақытын көріп қуанды. Бір күні, жылдар өткен соң, Күнсұлу Халидке: мен саған алғашқы күні қорқып едім. Бірақ қазір мен саған ризамын. Сен менің өмірімді өзгерттің, деді. Халид оны құшақтап: жоқ, сен менің өмірімді өзгерттің. Сен менің күн сәулемсің, Күнсұлу. Олар бірге өмір сүрді, махаббатпен, құрметпен, еркіндікпен. Сарай енді алтын тор емес, бақыттың үйі болды. Күнсұлу, қазақ қызы, шейхтің жалғыз ханшайымы, махаббаттың жеңісі.